Бүгінде екінің бірінің басында кредиті бар. Ай сайын жалақыдан, зейнетақыдан жырып төлеп жатқандардың қарасы қалың. Несие қамытын кигендердің арманы әрине несиесін мерзімінен бұрын жауып тастау. Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін алып, ипотеканы мерзімінен бұрын өтеуге мүмкіндік бар ма? Ипотекалық несиеден бөлек өзге де тұрмыстық қажеттіліктерге алынған несиелерді зейнетақы есебінен жауып тастауға бола ма? Бұдан өзге бірыңғай зейнетақы қорындағы ақшаны тағы қандай қажеттіліктерге пайдалануға бола ма? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басшысы Жанат Құрманов зейнетақы жинақтарын несиені өтеуге пайдалану заңда қарастырылмағанын айтты. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан мерзімінен бұрын зейнетақы төлемдері белгілі бір жағдайларда ғана мүмкін болады. Мысалы, мүгедектік 45 жастан бастап зейнетақы аннуитеті шартын жасасу үшін жеткілікті жинақтар, немесе Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұруға кеткен шетелдіктер. Зейнетақы жинақтарын ішінара пайдалануға тұрмыс жағдайын жақсарту, емдеу және инвестициялық басқаруға беру үшін рұқсат етіледі. Бірақ бірқатар талаптарды ескере отырып қана. Ашық диалогтар сайтында қазақстандықтың бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басқарма төрағасы Жанат Құрмановқа өтініші пайда болды. Үндеу авторы несиелерді өтеу үшін зейнетақы қорынан қаражатты ішінара алу мәселесін қарауды сұрайды. Себебі несиені қайтарудың жолы жоқ. Несиелердің бір бөлігі қосымша кіріс іздеу кезінде жалған схемалар арқылы аударылған делінген үндеуде. Дегенмен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басшысы мұндай шешім салымшылардың өздерінің болашағына кері әсер етуі мүмкін екенін айтады. Жинақ қазақстандықтардың болашағы. Міндетті зейнетақы жарналарының стратегиялық мақсаты инвестордың лайықты зейнетке шығу кезіндегі өмірлік қажеттіліктерін қамтамасыз ету, зейнетақы жинақтарын белгілі бір жағдайлар туындағанға дейін пайдалану, дейді Жанат Құрманов. Бұл ретте ол бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан мерзімінен бұрын зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін мұндай шарттарға мыналар жатады. Бірінші және екінші топтағы мүгедектіктің болуы, егер ол мерзімсіз белгіленсе, егер зейнетақы жинақтары зейнетақы аннуитеті шартын жасасу үшін жеткілікті болса, бұл тек 45 жастан асқанда ғана мүмкін болады. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ азаматтардың Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге тұрақты тұруға кетуі. Тек осы жағдайларда ғана зейнетақы қорындағы қаржыны алып кетуге болады. Сондай-ақ қор басшысы қазақстандықтардың зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тегін медициналық көмек пен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың кепілдік берілген көлеміне кірмейтін тұрғын үй жағдайын жақсартуға және емделуге жұмсауға, сондай-ақ оны басқаларға аударуға құқығы бар екенін еске салды. Бірақ бұл үшін белгілі бір талаптарды орындау қажет. Егер инвестордың зейнетақы шотында бар ОПВР есебінен зейнетақы жинақтарының сомасы жеткіліктіліктің ең төменгі шегінен асып кетсе, егер зейнетақы мөлшері алушының орташа айлық табысын мемлекет белгілеген кемінде 40% деңгейінде алмастыруды қамтамасыз ететін болса, егер инвестор сақтандыру ұйымы мен зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан болса, егер инвестор ұзақ жұмыс істеген үшін зейнетақы төлемдерін алушы болса. Осылайша несиелерді өтеу үшін зейнетақы жинақтарын ішінара алу қолданыстағы заңнамада қарастырылмаған. Демек, зейнетақыны тұрмыстық қажеттіліктер үшін алынған несиелерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы жинақтары есебінен жабу мүмкін емес. Бұл туралы қор басшысы шегелеп тұрып айтты. Оны алудың да өзіндік шарттары бар.